Авиаапаттар. Өлімге қарай ұшқан екі ұшақ. 1996 жыл. 12 қараша. Кәдімгі күн сияқты басталған бұл күн бірнеше сағаттан кейін адамзат тарихындағы ең қорқынышты әуе апаттарының біріне айналатынын ешкім білген жоқ. Үндістан аспаны. Дели маңы. Мыңдаған адам өз тіршілігімен жүріп жатты. Біреулер үйіне асықты. Біреулер жақындарын күтіп отырды. Ал аспанда бір-біріне қарсы екі алып ұшақ жақындап келе жатты. Олар әлі бір-бірін көрмеді. Бірақ тағдыр оларды әлдеқашан бір нүктеге бағыттап қойған еді. Сол күні Қазақстаннан көтерілген Ил-76 Делиге чартерлік рейс орындап бара жатты. Бұл кәдімгі жолаушы лайнері емес еді. Негізі ол әскери жүк ұшағы болатын. Бірақ 90 жылдары бұрынғы Кеңес одағы елдерінде мұндай ұшақтармен жолаушы тасу үйреншікті жағдайға айналған. Ұшақ ішінде небәрі 27 жолаушы болды. Олар қарапайым адамдар еді. Бірі жұмысқа бара жатты, бірі туыстарына, бірі жаңа өмір бастауға үміттенді. Олар бұл сапардың соңғы сапар боларын білген жоқ. Кабинада тәжірибелі экипаж отырды. Командир Александр Черепанов. Жанында екінші ұшқыш Еремек Жаңғиров. Бортрадист Егор Реп. Штурман. Борт инженер. Олар жүздеген сағат ұшқан мамандар болатын. Бірақ дәл сол күні бір ғана қателік бәрін өзгертеді. Сағат 16:25. Шымкент әуежайынан Ил-76 көкке көтеріледі. Ауыр ұшақ аспанға баяу көтеріліп бара жатты. Қозғалтқыштардың гүрілі, темір корпустың дірілі, кабинадағы үйреншікті дыбыстар. Бәрі қалыпты сияқты еді. Ұшу уақыты шамамен 3 сағат 10 минут. Экипаж тыныс жұмыс істеп отырды. Ешқандай қауіп белгісі байқалмады. Ал дәл сол уақытта, мыңдаған шақырым жерде емес, дәл сол бағытта тағы бір алып аспанға дайындалып жатты. Бұл Боинг 747 болады. Әлемдегі ең ірі жолаушы ұшақтарының бірі. Бортта 312 адам. Ер адамдар, әйелдер, балалар. Біреулер ұйықтап отырған. Біреулер терезеден кешкі аспанға қарап отырды. Біреулер тіпті қауіптің жақындап қалғанын сезбеді. Олар Сауд Арабиясының Дахран қаласына бағыт алған. Бірнеше минуттан кейін бұл екі ұшақ бір әуе дәлізінде кездеседі. Ал олардың арасындағы жалғыз қорғаныс небәрі 300 метр ғана болатын. Бірақ ең қорқыныштысы, сол сәтте ешкім нақты биіктікті көріп тұрған жоқ еді. Дели диспетчерлік орталығында заманауи бақылау жүйелері болмады. Диспетчерлер ұшақтардың нақты қай биіктікте ұшып келе жатқанын экраннан көре алмайтын. Олар тек экипаждың сөзіне сенетін. Ал кейде бір ғана қате сөз жүздеген адамның өмірін алып кетеді. Қателік басталған сәт. Кешкі уақыт. Ил-76 Үндістан әуе кеңістігіне жақындап келе жатты. Кабина ішінде қалыпты жұмыс жүріп жатқандай көрінді. Құралдар жанып тұр, қозғалтқыштардың бір қалыпты дыбысы естіледі. Бірақ дәл осы тыныштықтың ішінде көзге көрінбейтін қауіп туып келе жатқан еді. Бортрадист Егор Реп Дели диспетчерлерімен байланысқа шығады. Қазақ 1907, 330 эшелон, Лунка нүктесінен өттік. Бұл олардың 33 000 фут биіктікте келе жатқанын білдіретін. Диспетчер жауап береді. 150 эшелонға дейін төмендеуге рұқсат. Яғни 15 000 футқа дейін түсу керек болатын. Барлығы қалыпты. Бірақ дәл сол минутта Делиден Боинг 747 көкке көтеріледі. Алып лайнер түнгі аспанға баяу көтеріліп бара жатты. Борттағы адамдар ештеңеден күдіктенбеді. Кейбірі орындықтарын түзеп отырды, кейбірі балаларын тыныштандырып жатты, кейбірі ұшақтағы кешкі асын күтіп отырды. Ал алдарында ажал келе жатқан еді. Боинг диспетчерге хабар береді. 763 рейсі 10 000 футқа жақындадық.
Тәжірибелі диспетчер Шрива Кадата 140 эшелонға көтеріліңдер. Бұйрық анық естілді. Бірнеше минуттан кейін Боинг 14 000 футқа жеткенін хабарлайды да ары қарай көтерілуге рұқсат сұрайды. Бірақ диспетчер оларды тоқтатады. 140 эшелонды ұстап тұрыңдар. Өйткені дәл сол дәлізбен қарсы бағытта Ил-76 келе жатқан. Екі ұшақ бір-біріне қарсы ұшып бара жатты. Оларды бөліп тұрған жалғыз нәрсе — биіктік. Бірі 15 000 футта, екіншісі 14 000 футта болуы тиіс еді. Бар болғаны 300 метр. Авиация үшін бұл қалыпты жағдай саналатын. Бірақ бір мәселе болды. Диспетчер нақты биіктікті көрмейтін. Ол тек ұшқыштардың сөзіне сенетін. Ал сол сәтте Ил-76 кабинасында тәртіп бұзыла бастады. Командир Александр Черепанов эфирді толық бақыламады. Экипаж мүшелері өзара басқа әңгімелер айтып отырды. Ең қауіпті нәрсе — кабинадағы ешкім жағдайды толық бақылауда ұстамады. Бортрадист Егор Рептің ағылшын тілі әлсіз еді. Ал бұл халықаралық рейс болатын. Кез келген қате сөз, кез келген қате түсінік апатқа алып келуі мүмкін еді. Сосын диспетчер сұрайды: «Қазақ 1907, қай эшелондасыздар?» Егор Реп жауап береді: «Қазір 150 эшелондамыз». Бірақ бұл шындық емес еді. Ұшақ әлі 15 000 футқа жетпеген. Олар 16 000 футтан төмен түсіп келе жатқан болатын. Бұл алғашқы өлімге апарған қате еді. Ал ең қорқыныштысы, дәл сол сәтте Боинг 747 қарсы беттен оларға қарай жақындап келе жатқан. Аспандағы соңғы минуттар. Боинг 747 14 000 футқа дейін тұрақты ұшып келе жатты. Экипаж диспетчер бұйрығын нақты орындап отырды. Кабина тыныш, барлығы бақылауда сияқты. Ал қарсы бағытта келе жатқан Ил-76 ішінде жағдай мүлде башқаша еді. Ұшақ әлі де төмендеп бара жатты. Екінші ұшқыш Еремек Жаңғыров диспетчердің сөзін қате түсінді. Ол 14 000 футқа дейін түсуге болады деп ойлады. Сөйтіп ұшақты ары қарай төмендете береді. Командир Александр Черепанов та нақты не болып жатқанын толық түсінбеді. Штурман үнсіз. Ал оның міндеті биіктікті бақылау. Бірақ сол сәтте кабинадағы ешкім қауіпті толық сезінбеген еді. Диспетчер қайта байланысқа шығады. Қазақ 1907, қарсы бағытта Боинг 747 бар. Ара қашықтық 10 миль. Бұл өте маңызды ескерту болады. Бірақ Егор Реп ағылшын тілін қиын түсінді. Ол диспетчерден ақпаратты қайта сұрайды. Секундтар өтіп жатты. Ал екі ұшақ бір-біріне секунд сайын жақындап келе жатты. 8 миль, 7 миль, 6 миль. Кабина ішінде қысым күшейе бастайды. Бір кезде экипаж мүшелерінің бірі терезеге қарайды. Қараңғы аспан, бұлттар, ештеңе көрінбейді. Бірақ қарсы бағытта дәл сондай алып Боинг оларға қарай сағатына 100 шақырым жылдамдықпен ұшып келе жатқан еді. Соқтығысқа 20 секунд қалды. Кенет кабинада мазасыз дауыс естіледі. «Ұста, ұста эшелонды!» Тағы бір дауыс. «Қай эшелон бізге берілді?» «150-ні ұста, түспе!» Сол сәтте бәрі түсіне бастады. Олар тым төмен түсіп кеткен еді. Экипаж ішінде үрей басталады. Дыбыстар қатаяды. Қимылдар жылдамдайды. Соқтығысқа 11 секунд. Командир Александр Черепанов автопилотты өшіреді. «Қозғалтқыш қуатын көтер!» Ұшақ мұрнын жоғары көтере бастайды. Олар соңғы сәтте биіктік алуға тырысты. Бірақ екі алып ұшақтың арасы енді тым жақын еді. Соқтығысқа 4 секунд. Бортрадист бұлт арасынан кенет жарықты байқап қалады. Сосын жан даусымен айқайлайды: «Жоғары кет! 150-ге кет! Ол 140-та!» Бірақ енді кеш еді. 1996 жыл. Сағат 18:41. Ил-76 қанатымен Боинг 747 қанатын кесіп өтеді. Аспанда алып от жарқ ете қалды. Секундтың ішінде екі ұшақта бөлшектене бастайды. Боинг ішінде адамдар айқайлады. Жүк ұшағы ауада аударылып бара жатты. Жанып жатқан металл бөлшектері түнгі аспаннан жерге құлап жатты.
349 адам. Бірде біреуі аман қалған жоқ. Соқтығыс болған сәтте аспан бір сәтке отқа оранды. Чархи-Дадри маңындағы тұрғындар кенет қатты жарылысты естиді. Адамдар үйлерінен жүгіріп шыға бастады. Түнгі аспанда алып от шарлары құлап бара жатты. Біреулер мұны метеорит деп ойлады. Біреулер әскери шабуыл басталды деп қорықты. Бірақ бұл екі жолаушы ұшағының аспанда бөлшектенген сәті еді. Боинг 747 бірнеше бөлікке бөлініп отқа оранып төмен құлады. Ұшақ ішінде айқай, үрей, дұға. Барлығы бірнеше секундтың ішінде аяқталды. Кейбір жолаушылар белдіктеріне жармасып отырды. Кейбірі балаларын құшақтап үлгерді. Ал кейбірі не болғанын да түсінбей қалды. Ал Ил-76 қатты соққыдан басқарудан айырылды. Кабина ішінде дабыл дыбыстары шыңғырып жатты. Құралдар жанып сөніп кетті. Ұшақ ауада аударылып бара жатты. Соңғы секундтар. Соңғы дем. Соңғы үміт. Бірақ құтқарылуы мүмкін емес еді. Дели диспетчерлік орталығында да үрей басталды. Экрандағы екі белгі кенет жоғалып кеткен. Диспетчерлер бірден бір-біріне қарай бастады. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Сосын эфирде түсініксіз айқайлар мен шу естіле бастады. Дәл сол сәтте төменге шалонда ұшып бара жатқан ақш әскери әуе күштерінің ұшағы байланысқа шығады. Ұшқыштың дауысы дірілдеп тұрған еді. Оң жағымызда үлкен от шарын көрдік. Үлкен жарылыс болды. Жанып жатқан бөлшектер түсіп жатыр. Ол көрген нәрсе тарихтағы ең ірі әуе соқтығысуының бірі болатын. Құтқарушылар оқиға орнына жеткенде көрген көрініс сұмдық еді. Жүздеген сынық, күйген металл, айналаға шашылған жүк, өрт, тыныштық. Тек жанып жатқан қалдықтардың дыбысы ғана естілетін. 349 адам қаза тапты. Ер адамдар, әйелдер, балалар. Бәрі бірнеше секундтың ішінде өмірмен қоштасты. Жердегі адамдардың еш қайсысы зардап шеккен жоқ. Бірақ сол түні Үндістан аспаны жүздеген адамның өмірін жұтып қойды. Бұл апат бүкіл әлемді дүр сілкіндірді. Ал тергеу басталғанда ең қорқынышты шындық ашылады. Апаттан кейін тергеу бірден басталды. Үндістан билігі, авиациялық сарапшылар және халықаралық мамандар оқиға орнын зерттеуге кірісті. Қара жәшіктер табылды. Енді бүкіл әлем бір сұрақтың жауабын күтті. Екі алып ұшақ қалайша бір әуе дәлізінде соқтығысып қалды? Алғашқы минуттардан бастап күдік Ил-76 экипажына түсе бастады. Қара жәшік жазбалары ашылғанда, кабина ішіндегі соңғы секундтар анық естілді. Экипаж арасында түсініспеушілік болған. Диспетчердің бұйрықтары толық бақыланбаған. Ал ең бастысы, ұшақ рұқсат етілген биіктіктен төмен түсіп кеткен. Тергеу нәтижесінде анықталғандай, Ил-76 15.000 футта қалуы керек еді. Бірақ экипаж қателесіп 14.000 футқа дейін түскен. Ал дәл сол биіктікте қарсы бағытта Боинг 747 ұшып келе жатқан. Бар болғаны бірнеше 100 метр. Сол ғана екі ұшақты бөліп тұрған. Сарапшылар экипаждың ағылшын тілін нашар меңгеруі апаттың негізгі себептерінің бірі болғанын айтты. Бортрадист Егор Рип диспетчердің ақпаратын толық түсінбеген. Екінші ұшқыш диспетчер рұқсат берді деп ойлап төмендеуді жалғастырған. Ал кабинадағы қалған мүшелер уақытында араласпаған. Тіпті штурманда биіктік қатесін дәл кезінде байқамаған. Тергеу қорытындысында Ил-76 экипажының әрекеті үйлеспеген және салғырт деп бағаланды. Бірақ бұл трагедия тек экипаж қателігі ғана емес еді. Сол кезде Үндістан диспетчерлік жүйесі де ескерген болатын. Диспетчерлер ұшақтардың нақты биіктігін экраннан көре алмады. Олар тек ұшқыштардың сөзіне сенетін. Ал бір қате хабарлама 349 адамның өмірін алып кетті.
Тағы бір маңызды нәрсе анықталды. Екі ұшақта да тикәс жүйесі болмаған. Бұл әуеде соқтығысудан автоматты түрде ескертетін қауіпсіздік жүйесі. Егер сол жүйе орнатылғанда, ұшақтар соңғы секундтарда бір-бірінен автоматты түрде алыстай алар еді. Бірақ 1996 жылы бұл жүйе әлі міндетті емес болатын. Дәл осы апаттан кейін әлем авиациясы өзгере бастады. Тикәс жүйесі көптеген елдерде міндетті енгізілді. Үндістан диспетчерлік орталықтарын толық жаңартты. Жаңа радарлар орнатылды. Ұшу бағыттары өзгертілді. Қауіпсіздік ережелері күшейтілді. Ал авиация тарихында тағы бір ауыр сабақ қалды. Бір қате, бір түсінбеушілік, бірнеше секунд және 349 адамның өмірі мәңгілікке тоқтады. Чаркхи Дадри әуе апаты жай ғана авиациялық апат емес еді. Бұл адамдардың қателігі, техниканың әлсіздігі және бірнеше секундтың ішінде жойылған жүздеген тағдырлардың тарихы болды. Сол түні көптеген отбасы жақындарын күтіп отырды. Бір ана ұлын күткен шығар. Бір бала әкесін, бір әйел күйеуін. Бірақ олар ешқашан оралмады. Боинг 747 бортындағы 312 адамның ешқайсысы тірі қалған жоқ. Ил-76 ішіндегі 37 адамды қаза тапты. 349 өмір. Бір сәтте өшіп кеткен тағдырлар. Бұл апаттан кейін Қазақстан Airlines үлкен қаржылық дағдарысқа ұшырады. Қаза тапқандардың туыстарына өтемақы төлеу басталды. Компания беделі құлдырады. Ал бірнеше жылдан кейін әуе тасымалдаушы толық банкрот деп жарияланды. Бірақ ең ауыр жүк ақша емес еді. Ең ауыр нәрсе осы апатты ешкім ешқашан ұмытпайтыны. Авиация әлемінде бұл трагедия әлі күнге дейін зерттеледі. Ұшқыштар оны оқиды. Диспетчерлер оны талдайды. Себебі бұл оқиға бір шындықты дәлелдеді. Аспанда қателікке орын жоқ. Бір ғана дұрыс естілмеген сөз, бір ғана дұрыс бақыланбаған биіктік жүздеген адамның өмірін алып кетуі мүмкін. 1996 жылдың 12 қарашасы. Үндістан аспанында екі алып ұшақ бір-бірімен соқтығысты. Ал сол түн авиация тарихындағы ең қаралы түндердің біріне айналды. 349 адам. Ешкім аман қалған жоқ. Бұл оқиға адамзат ешқашан ұмытпауы тиіс апаттардың бірі. Бұл оқиға бізге авиациядағы әрбір шешімнің қаншалықты маңызды екенін тағы бір рет еске салады. Осы және басқа да маңызды оқиғалар туралы біліп отыру үшін арнамызға жазылыңыздар. Алдағы уақытта бізді әлі талай тарихи оқиғалар мен талдаулар күтіп тұр. Көріп отырғандарыңызға рахмет.